Халықтың бір бөлігінің Иманғали Тасмағамбетовті әділетті қоғам құрудың басшысы ретінде санайтынына таңғалам. Бұл туралы саясаткер Дос Көшім айтты. Оның ұлттық мәдениетке, ұлттық тарихқа көзқарасы өте жақсы. Сол бағытта жұмыс істеп жүрген азаматтарға көмегін береді. Алматыда да қолынан келген көмегін аямат. Ол жағынан әр уақытта рахметімді айтам. Бірақ Тасмағамбетов біз өзгерткіміз келетін жүйенің солдатының бірі. Егер біз әділетті қоғам құрамыз десек, бұрынғы Назарбаевтың қасында жүріп, соның дастарханынан тамақ ішкендерден үміт күтпей-ақ қояйықшы. Осыны халық білу керек, деді саясаткер. Оның айтуынша, қазір жүйеге қарсы шығушылар Назарбаев дәуірін сынаушылардың әрекеті көбіне кек алуға ұқсас келеді. Бұлардың көбісі сол жерден өзінің қызметінен кеткеннен кейін келеді. Айтпағым жақсы сөз емес, бірақ ренжулі сияқты, кек алғысы келетін сияқты. Сондықтан ол адамдарға айту керек: рахмет, жұмыс істедіңдер, билікте жүрдіңдер, Назарбаевтың қасында жүріп, осы жүйені құрдыңдар. Енді сынап жатсыңдар, оған да рахмет. Бірақ сендер билік басына келмей-ақ қойыңдар, деді спикер. Дос Көшімнің айтуынша, Иманғали Тасмағамбетовтің ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына бас хатшы болып баруы оның саяси салмағын арттырған жоқ, керісінше азайтты. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымын қаңтар оқиғасынан кейін ТМД-ның жандармы деп айтуға болады. Неге? Ұйымның құрылуының жалғыз мақсаты болды сыртқы жаудан бірге қорғану. Бірақ президент ұйымды халықтың ішкі революциясына қарсы қолданды. Тоқаевтың ең үлкен геосаяси қателігі осы. Бұл прецедент болып үлгі көрсетті. Енді Арменияда халық көтерілсе де, Ресейдің ішінде халық билікке қарсы шықса да, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымын апарып салады. Ұйымды өз билігіне қарсы шыққан халыққа қолданатын болды. Ал соның бастығы қазақ болып отыр. Менің неге жаным күймейді? Бармау керек еді. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы өте қатерлі мина алаңы. Ол жерде бәрін Путин басқарады. Бұл соның қолбаласына айналса, күшінен тағы да айырылады, деді саясаткер.